Здравствуйте, ребята! Урок номер 2. Уроки живой природы. Тірі табиғаттың сабақтары. Ты научишься слушать и понимать устную речь и главное содержание коротких текстов. Ауыз әдебиетін тыңдауды және түсінуді үйренесің, және қысқа мәтіндердің мағынасын түсінесің. Упражнение 1. Поиграем, ойнаймыз. Слова рассыпались, собери их, запиши. Сөздер шашылып қалған, оларды жинастырып жазамыз. Какое слово вышло? Қандай сөз шықты? Птичья школа. Құстар мектебі. Упражнение 2. Послушай, тыңдаймыз. Птичья школа. На старой липе во дворе большое оживление. Повесил кто-то на заре такое объявление. Открыта школа для птенцов. Уроки все с 5 часов. Здесь можно даже летом учиться всем предметам. И ровно 5 часов утра слетелась птичья детвора, воробушки галчата, чижи стрижи щеглята, сороки воронята, синицы и скворцы. Заходер. Құстар мектебі. Ескі ағаштың бұтағына үлкен тіршілік басталды. Біреу таң сәресімен мынадай хабарландыру іліпті. Құстар мектебі ашылды. Барлық сабақтар сағат 5-тен басталады. Тіпті жаз уақытында да оқуға болады. Барлық пәнді үйренуге болады. Міне сағат 5-те барлық құстардың балапандары ұшып келіп сабақ оқуға жиналады. Торғайлардың, тауысқан қарғалардың балапандары жиналады. О чем это стихотворение? Өлең жолдары не туралы? Почему школа называется птичьей? Кто ее ученики? Мектеп неге құстардікі деп аталады? Оқушылары кім? Запиши эти слова предметы. Бұл заттың атауын білдіретін сөздерді жазып аламыз. Докажи, что птицы живая природа. Құстар тірі табиғат екенін дәлелде. Прочитай в тексте объявление для птенцов. О чем оно? Құстарға арналған хабарландыруды оқып, мәтіні не туралы екенін айтып береміз. Упражнение 3. Догадайся, тауып көр. Попробуй вспомнить, как и о ком так говорят. Кім және ол туралы қалай айтылады? Тауып көр. Болтливая, как сорока, мудрая, как сова, каркает, как ворона, хитрая, как лиса, зоркий, как волк, зоркий, как орел, воет, как волк. Сауысқан секілді көп сөйлейді, үкі секілді данышпан, қарға секілді қарқылдайды, түлкі секілді қу, және қыран секілді қырағы, қасқыр секілді ұлиды. Запиши 2-3 словосочетания в тетрадь. 2-3 сөз тіркесін дәптерге жазамыз. Запомни и запиши. Есте сақтап жазып аламыз. Сорока, сауысқан, ворона, қарға, каркает, қарқылдайды, болтливая, көп сөйлейді, орел, қыран, летает, ұшады. Упражнение 4. Творческое задание. Шығармашылық жұмыс. Познакомься с информацией в объявлениях. Хабарландырудағы мәліметпен танысамыз. Что ты узнал? Не білдім. Свободное время в паре с одноклассниками придумайте свое объявление и оформите его. Бос кезіңде сыныптастарыңмен бірге өздеріңнің хабарландыруларыңды ойлап тауып безендіреміз. Первое объявление. Бірінші хабарландыру. 10 сентября в школе будут проводиться конкурс. Конкурс рисунков «До свидания, лето». Победителя ждет путевка в Астану. 10 қыркүйек күні мектепте конкурс өтеді, яғни суретшілер конкурсы. Қош бол жаз деп аталатын конкурс. Оның жеңімпазын Астанаға жолдама күтіп тұр. Второе объявление. Добро пожаловать в нашу школу. Біздің мектепке қош келдіңіз. С 1 по 10 сентября идет запись в кружок «Юные биологи». Вы узнаете много интересного о мире растений и животных. Мы ждем вас. 1 және 10 қыркүйек аралығында жас биологтар деп аталатын үйірмеге жазылу басталады. Және бұл үйірмеде сіздер көптеген жануарлар мен құстар туралы қызықты мәлімет білесіздер. Сіздерді күтеміз. Упражнение 5. Прочитай. Оқимыз. Сорока прыгала по веткам и без умолку болтала, а ворон сидел и молчал. Что ж ты, ворон, молчишь? Веришь тому, что я рассказываю? Нет, не верю, сорока, отвечал ворон. Кто много болтает, тот, наверное, много выдумывает. Ушинскому.
Сауысқан бұтақтардың үстінде секіріп жүріп, аузына тыным болмады. Яғни көп сөйледі. Ал қарға болса үнсіз отырды. Қарға, неге сөйлемейсің? Неге үнсізсің? Менің айтқаныма сенесің бе? Жоқ, сенбеймін, Сауысқан. Себебі кім көп сөйлейді, сол көп нәрсені ойлап табады. О чем этот рассказ? Бұл әңгіме не туралы? Запиши выделенные слова и подбери к ним нужные слова, предметы. Қарамен жазылған сөздерді жазып аламыз және оған сәйкес келетін сөздерді табамыз. Упражнение 6. Поработай с текстом. Мәтінмен жұмыс жаса. Прочитай вопрос и ответ, соблюдая интонацию. Интонацияны сақтап, сұрақты және жауапты оқимыз. Болтуны, хвастуны. Для чего они нужны? Для того, чтобы знать, наверное, что болтать и хвастать скверно. Көп сөйлейтіндер, мақтаншақтар, олардың қандай қажеті бар? Қажеті, себебі көп сөйлеу мен мақтану өте жаман әдет екенін біліп жүру үшін қажеті болу керек. Назови жанры текст про сороку и ворону, задание 5, и болтунов-хвастунов, задание 6. Мына мәтіндердің жанрын атаймыз. Яғни 5-ші тапсырма бойынша, және мақтаншақтар мен көп сөйлейтіндер туралы 6-ші тапсырма бойынша жанрын табамыз. Какими фразами авторы передали основные мысли? Найди в тексте еще раз, прочитай. Авторлар айтылайын деген ойды қандай сөздермен жеткізді? Сол сөздерді тауып, мәтіннен тағы бір рет оқимыз. В школе, в жизни так бывает, мектепте, өмірде солай бола ма? Ты, наверное, понял, что слова болтуны и хвастуны образованы от слов действия болтать и хвастать. Сен түсінген боларсың. Көп сөйлейтіндермен және мақтаншақ деген сөздер мынадай іс-қимылды білдіретін сөздерден шыққан. Яғни көп сөйлеу және мақтану деген сөздерден шыққан. Урок окончен, ребята. До свидания.